Қондыбай Абдулғафур Абзал. Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзі бар. Солардың ішіндегі 18-ші қара сөзін сіздерге ұсынамын. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін бұлжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз әулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңілінен қуат тұтып, тым айналдырмақ кербесіңіз. Кербестің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре. Біреуі атын, киімін айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттен дүние-ай, осылардың аңдай ат мініп, киіміне киім кигенде не арманы бар екен, дейтін болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенде осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрге ақымақ.